саламатсыздар ма? Әлеуметтік желі қолданушылары және осы дертіне байланысты емге қатысты бүгін енді жақсы кеңестермен бөліскім келіп отыр сіздермен. Мына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгелі бері бірқатар өзгерістерден хабардар еткіміз келеді тұрғындарды. Жалпы төлем жағынан да біраз өзгерістер болып жатыр. Жылдың басынан бастап соған бірқатар пайдалы кеңестерді бөлісіп кетсем деп отырмын. Жалпы өзін-өз жұмыспен қамтылушымен дербес төлеушінің жарналарының бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Осыған келсек, өйткені көпшілігі шатасып жатады. Екі төлемнің бір-бірінен айырмашылығы неде? Болмаса екі төлемді бірін таңдаудағы себеп неде деген секілді. Бұл жерде дербес төлеуші ретінде айына 2125 теңгені төленеді, және бұл жарналар тек медициналық сақтандыру жүйесіне төленеді. Ал енді мәмс туралы заңға сәйкес мәртебе үнемі сақтандырылған болу үшін төлемдер уақытылы жасалу керек. Яғни сонымен бірге 2020 жылдың қаңтарынан бастап соңғы 12 айда ешқандай қарыз болмау керек. Жаңағыдегі өзін сақтандыру жүйесіне қатыстыратын адам. Ал енді өзін-өз жұмыспен қамтушы ретінде сақтандырылған бөлек салықтың басқа түрлеріне төлеуге келетін болсақ, ол жерде 4 бірдей салықтың құралған, яғни зейнетақы аударымы, жеке табыс салығы, әлеуметтік сақтандыру шегерімі және мәмс төлемін қамтиды. Міне бұл қала тұрғындары үшін жарна мөлшері биылғы айлықтық есептік көрсеткішінің өзгеруіне байланысты 2917 теңге болса, ауыл тұрғындары үшін 1459 теңгені құрады. Сақтандырылған мәртебесі 3 ай қатарынан төлемдер жасалған кезде пайда болады. Яғни бірыңғай жиынтық төлемінің тиімділігі бұл жерде, яғни кез келген азаматымыз өзінің медициналық көмегін алуға келеді. Яғни бірінші ол емханаға келіп сұранады сол жердегі азаматтардан, сонда өзінің сақтандырылмағанын анықтайды. Не болмаса төлемді қалай жасау керектігін сұрап біледі. Сол кезде мысалы өткен жылдың 2020 жылға қарыздар шығатын болса, ол дәл қазір медициналық көмекті алуға ешқандай бір қажеттілік тумаса, ол осы мамыр, маусым, шілде айларына алдын ала төлем жасайтын болса, ол ары қарай тамыз айында сақтандыру жүйесіне қатысып кете алады. Сонымен ары қарай өзінің сақтандыру жүйесіне қатысты жарнасын, яғни бірыңғай жиынтық төлеуін жалғастыра беруге болады. Оның бір тиімді жағы осы, өткен жылдың қарыздарын өтемей-ақ сол 3 айдың көлеміндегі жарнасын төлеу арқылы осы жүйеге қатысуға мүмкіндік алады деген сөз. Міне осындай жағы бар. Ал енді өткен жылдың қарыздарын төлеу керек жағдайлар ол кезде қай кезде туындайды? Ол науқас егер өзінің ауру мүшкілдігіне байланысты медициналық көмекті алу, сол шұғыл түрде алу керек, болмаса ауруханаға жатқызылу керек болатын болса, ем-шаралар көруге, онда ол өткен жылдың қарыздарын өтеуіне тура келеді. Мысалы, ол осы мамыр айында келіп тұр дейік науқас, сол медициналық көмектерін алуға мүмкіндіктері болмай қалды. Не себептен? Ол өйткені өткен жылдың қарыздары қордаланып қалған. Міне сол қарыздарын бәрін жоймай 12 ай көлеміндегі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі туралы заңда көрсетілген 12 ай көлемінде өзінің қарыздарын жойып үлгеру керек. Сонда ол медициналық көмектерді тегін алуға мүмкіндіктер болады.